Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен венский вафли пісіреміз. Арнама жаңадан шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін жазылып қойыңыздар. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, ұн, сүт, құмшекер және ерітілген сары май. Толық мөлшерін описание бөліміне жазып кетемін. Ең алдымен жұмыртқамызды осылай бөліп ыдысымызға салып аламыз. Барлық жұмыртқамызды салып біткеннен соң, оның үстіне құмшекерімізді саламыз. Жұмыртқамыз бен құмшекерімізді миксерлеп аламыз. Әппақ көбік болғанша миксерлейміз. Бұның үстіне сары майымызды құямыз. Сары майды микроволновкада осындай сұйық болғанға дейін ерітіп алдым. Оның үстіне сүтімізді құямыз және де үстіне ұнымыздың жартысын салып, жақсылап миксерлейміз. Үстіне ұнымыздың екінші жартысын салып, тағы да миксерлейміз. Біздің қамырымыз дайын. Енді керекті формамызға салып, пісіріп аламыз. Қамырымызды жайлап, формамызға құйып аламыз. Қамырымызды салып болдық. Енді формамызды керекті уақытына, температурасына қойып пісіріп аламыз. Бұл жерде венский вафлиді пісіру үшін мен 200 градусқа қойдым және де 3 минут уақыт алдым. Мінекей, вафлиіміздің бір бөлігі пісіп шықты. Енді қалған бөлігін де дәл осылай пісіріп аламыз. Біздің вафлиларымыз дайын. Керекті ыдысымызға салып, бетіне шоколад немесе сүзбемен берсеңіздер болады. Ол өз таңдауларыңызға байланысты. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Ас болсын.